қалай? Сабаққа дайындығымыз қалай? Сабағымызды бастаймыз. Армысыздар балалар, мектеп кітапханасы жобасы бойынша біз бүгінгі сынып сағатымыздың тақырыбы біз таңдаған кітапта Сапарғали Бегалин атамыздың «Балам Шоқан» повесі. Ал балалар, кәне бәріміз де тақтаға қараймыз. Мына жерде бізге Сапарғали Бегалин атамыз, яғни Сапарғали Бегалин кісі 1895 жылы Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы Дегелең ауылында дүниеге келді. Атамыз қазақ балалар әдебиетінің негізін салушылардың бірі, жазушы, шоқан танушы. Бұл кісінің көптеген өлеңдері, шығармалары, әңгімелері бар. Бүгін біз Сапарғали Бегалин атамыздың «Балам Шоқан» повесінің үзіндісімен таныс боламыз. Мен сендерге қазір, яғни қимағамыз таратамын. Бұл жерде мәтіннің шатастырылған фрагменттерін сіздер ретке келтіріп орналастыруларыңыз қажет. Түсінікті ме тапсырма? Кәне орындаймыз тапсырманы. Дауысын өшіре салар, оқитын кезде қоса саласың. Құдық басына келгенде мысық алдынан қарсы шықты. Ол қолына ұстаған жаңа мүсіндерін жоғары көтере. Мә Шоқан, істеп қойдым. Мен сені келінмей қалар деп ем. Міне қабатта сағатқа мінген Шоқан кешегі мысыққа айтқан уәдесі бойынша кісілердің бөліне құдық басына тартты. Сен жалғыз қайда бара жатсың? Деп бөліне жүру себебін сұрады. Атеке кеше мысыққа әлгі мүсінші бала бар ғой, соған келемін деп уәде еткенмін, соған бара жатырмын. Бұл мүсіндері жоққа айтқан түйе емес, құстың тұлғасын бейнелепті және арбаның бейнесін жасады. Жаңадан көрген жаңа нәрсесі тез тынығыш мысықтың текеттігі Шоқанға сондай ұнады. Ал балалар, бәрімізде біз «Бала Шоқан» повесінен үзіндіні яғни оқып шықтық. Енді сол оқыған мәтіндерімізде не түсіндік? Соның платформасы бойынша сұрақтарға жауап береміз. Ал кәне баста тапсырма. Шоқанның әкесі ойланып тұрып не деді? Жарайды, екі айтпаған жақсы деді. Келесі сұрақ. Шыңғыс деген кім? Жанарысқа айтып жүр ғой. Шыңғыс деген Шоқанның әкесі. Өте тамаша отырады. Келесі сұраққа назар аударамыз. Шоқан мүсіндерді қайда қойды енді? Бақ берген айтып жүр ғой. Өте тамаша отырамыз. Келесі сұраққа назар аударамыз. Шоқан кімге уәде берді? Аял айтып жүр ғой. Өте тамаша. Келесі сұраққа назар аударамыз. Шоқан қайда
не жасады Саянжан? Өте тамаша. Келесі сұраққа назар аударамыз. Шоқанға мысықтың несі ұнады? Айзере. Шоқанға мысықтың зеректігі ұнады. Өте тамаша. Яғни интербелсенді тақтаға назар аударамыз. Бұл жерде бізде WordPress платформасы бойынша яғни бізде мақал мәтел берілген. Сол мақал мәтелдердің мәнін ашатын тиісті сөзді анықтау қажет. Ал енді кәне мына жердегі мақалды яғни тиісті сөзді кәне кім тауып жібереді? Кәусар келе ғой қызым. Оқып жібере ғой бірінші. Ұяна қай сөз сәйкес келеді? Құрастырғанмен тең дейді. Отыр, дұрыс емес. Ал енді балалар, кәне сендерге тапсырма. Мына жерде мәтіннің мазмұнына сәйкес келетін мәліметтің ақиқат не жалған екенін анықтайсыздар. Егер де мына жерде мәтін, яғни мазмұнына сәйкес келсе, ақиқат болса, онда ақиқат деген, яғни жазуды үстіне жабыстырамыз. Түсінікті ғой тапсырма. Кәне орындаймыз. Кәне орындаңыздар. Жарайсыздар. Дұрыс, кәне. Өте тамаша. Өте жарайсыздар. Өте жарайсыз. Жарайсыңдар. Өте тамаша. Тапсырма берілді. Осы жерден сіздер мәтіндегі негізгі ойды анықтайсыздар. Тапсырма түсінікті ме? Түсінікті. Кәне орындаймыз. Орындаймыз. Қайда бара жатырсың? Атеке, кеше мысыққа әлгі мүсінші бала бар ғой, соған келеміз деп уәде еткенмін, соған бара жатырмын. Кейіннен бармайсың ғой. Ол бір жаққа кетіп қала бермеді. Уәде етіп артынша алдырсам ұят болады ғой, бұдан былай ол менің сөзіме сенбей қояды ғой. Жарайды, бар, екі айтпаған жақсы. Тоқта.